Шымкент қаласындағы Абай саябағы қаланың орталық демалыс аймағы болып есептелінеді. Алысқа ұзамай-ақ қаламыздың өзінде де серуендейтін жерлердің көп екендігін айтуымызға болады. Солардың бірі Шымкент қаласының орталығында орналасқан Абай атындағы саябақ. Саябаққа қазақтың атақты ақын жазушысы Абай Құнанбаевтың есімі берілген. Демалыс күндері немесе қолыңыз босаған кездері пайдалы және ләззатпен өткізумен қатар көптеген биік ағаштармен арасымен серуендеудің жақсы жолы Абай саябағында қыдыру. Айта кететін тағы бір мәселе, саябақ аумағында ашылғанына көп ұзамаған Ұлы Отан соғысында қаза тапқан батырларымызға арнап салынған даңқ мемориалы және дельфин суға шомылу бассейндері мен кафетериялар орналасқан. Город Шымкент называют еще Чимкент, но это скорее нюансы произношения. Этимология названия имеет несколько вариантов, но все они сводятся с таким значением, как зеленый город, цветущий город, город-сад. Город лишь однажды менял свое название, да и то всего на 7 лет. С 1914 по 21 годы город назывался Черняев в честь генерала русской армии. Переименование было связано с 50-летием присоединения Казахстана к России. Но с приходом советской власти город стал называться по-прежнему. Шымкент – один из крупнейших городов нашей республики. Промышленные предприятия города и области занимаются производством свинца, сельхозтехники, нефтепродуктов, табачных изделий. Работают предприятия легкой и пищевой отрасли промышленности. В этом году Шымкентскому зоопарку исполняется 40 лет. Он все это время остается самым излюбленным местом отдыха шымкентцев и гостей города. Шымкентский государственный зоопарк был организован постановлением Шымкентского облисткома 1979 года и является культурно-посетительским учреждением. Оно связано именем замечательного человека с большой буквы, имени выдающего казахского сына, имеющего звание героя социалистического труда, первый секретарь областного комитета партии Асанбай Аскарович Аскаров. Был большой героический поступок Асанбай Аскаров построить такой большой зоопарк для наших многочисленных посетителей нашего города. Официально днем рождения зоопарка считается 29 апреля 1980 года. Впервые в коллекции начислилось 75 видов и 350 голов. Со дня открытия зоопарка коллекции животных увеличивается. В зоопарке регулярно размножаются пятнистые олени, архары, пони, тигровые питоны, львы и другие. Түркісай кеңес дәуірінің қаланың сыртында, ал қазір Шымкент қаласының аумағына кіріп кеткен мекен. Көне көз қариялардың айтуынша, бұрында бұл жерде түлкінің ұясы көп болған көрінеді. Содан сайға түлкінің аты таңылған екен. 1937-38 жылдары НКВД органдары саяси баппен сотталғандарды осы жерге әкеліп ату жазасын орындаған. Атылғандарды да осы жерде жерлеген. 1989 жылы облыстық қауіпсіздік комитеті, облыстық прокуратура және әділет қоғамы көпшіліктің өтініші бойынша құрбан кеткен жандардың жерленген жерін іздеуге кіріседі. 1997 жылы бұл орында мемориалды кешен орнату жұмысы қолға алынып, оған қасірет деген атау беріледі. Сайдың табаны мен етегіне егілген көшеттер қазір тоғайға айланып, қуғын сүргін құрбандарының ескерткішіне апаратын жолға көрік беріп тұр. Мұнда жыл сайын 31 мамыр саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күнінде тағзым рәсімі өтеді. Лисья балка, также Лисий овраг, по-казахски Түркісай, местность в советские времена, находившаяся на окраине, а ныне в черте города Шымкента. Известна как место массовых расстрелов в 1937-1938 годах. Получила свое название благодаря тому, что в прежние времена в этих краях обитали стаи лис. В 1937-1938 годах органами НКВД здесь проводились массовые расстрелы осужденных по политическим статьям. Хоронили расстрелянных здесь же. В 1989 году областной
прокуратура и общество «Атлет» по многочисленным обращениям родственников репрессированных занялись поисками возможных мест массовых захоронений. На этом месте был сооружен мемориальный комплекс «Касрет» – скорбь.